Рахмет. Ау, екі көк футболкадағы ағаларымызға бір шапалақ ұрыңыздаршы. Сіздер күштісіздер бар ғой. Шапалақ ұр десем ұра саласыңдар. Не ішінеге білмейсіңдер да. Мынау алдарыңыздағы брат, сіздің есіміңіз? Ардақ ағамыздың есімі? Ардақ пен Талғаттың қолына шыққан плов қалай болды? Шапалақ қойыңыздар. Аға, Ошын плов керек болса, маған звондайсыздар, бағасына келесеміз, 20% менге қалған бәрін әксесіз. Ал, ойнап айтам қалсын ғой. Ал, той құтты болсын, той-тойға ұласа берсін, ал енді микрофон тізгінін ұсынайық. Құрметті бүгінгі тойға келген тойшыл қауым, барлық құдалар, қонақтар, Азамат пен Женяның достары, мына жақта отырған біздің бөлелер, жиендер, нағашылар, бәріңіз өздеріңіз қол соғып қойыңыздаршы. Көңіл-күй қалай? Рахмет, алыстан келген қонақтар. Ұрпағымыздың жалғасы, бүгінгі Сұлтанханның шілдехана тойына келіп отырсыздар. Ұрпағымыздың жалғасы, Азаматтың баласы, Сұлтанхан туып қуандым. Болар мекен елбасы, әке шеше жасыңнан, табылып әркез қасыңнан, даналықты үйретсін, құс ұшырмай басыңнан. Сендерсің де тірегім, адам соққан жүрегім, тату татты өсіңдер, осы менің тілегім. Барыс келіс көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын, қыдырдарып бақ қонып, дастархандарың мол болсын. Туысқандар мақтаным, ашық болсын аспаның, осылайша сіздерге жырдан шашу шашқаным. Денсаулығың мықты боп, біліміңді арттырғың, әкең менен шешеңе жемісіңді таттырғың деген келеді Сұлтанханға. Маршрут перестроен. Ал, құрметті қонақтар, Азамат Женя, бүгінгі Сұлтанханның шілдеханасы құтты болсын. Тілейтін зор денсаулық, үлкен азамат болсын, тірек болсын. Енді ары қарай жалғастыра беріңдер. Барлықтарына денсаулық, ұзақ өмір, осыны дастархан тек қана жақсы көрсін. Ал, құрметті қонақтар, туысқандар, Кто слушает? құрметті қонақтар, туысқандар, апаларым, жеңгелерім, жиендер, нағашылар, Азаматтың жолдастары, туысқандар, құдағилар. Мынау енді біздің тойымызға қош келдіңіздер. Бәріңізге біріншіден денсаулық тілеймін. Осылай біздің қуанышымызды бөлісіп келіп отқаныңызға мыңда бір алғыс, рахмет, бас ием. Әрқашанда осылай бірге болайық. Дастарханымыз тек жақсылыққа жайыла берсін. Осы күнге жеткізіп отқан біздің әке шешеміз аман болсын. Бір туылған бала ортамызда осылай ойнап күліп жүре берсін. Сол Сұлтанхан енді үлкен азамат болсын, қызықтарына өсе берсін. Тағы да ары қарай жалғастыра беріңдер, ұрпағымызды өсіре берейік. Бәріңізге тек осындай жақсылық болсын, кең дастархан болсын, бәріміздің отбасымызда той болсын. Ал тойға жиналған қауым, бүгінгі мына қуанышымызбен бөлісіп келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Бұл енді біздің ата-анамыздың тойы ғой, қуанышы, осы көптен күткен той. Осы тойымызға сынап емес, сыйлап келді деген ойдамыз. Азамат аға Женя, Сұлтанханнан бауы берік болсын. Бақытты балалық шақ, жарқын болашақ тілеймін, аман есен өсе берсін. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын.
сол барлық айтылып жатқан тілектердің бәрі періштенің құлағына шалсын. Азамат жайы екеуіңді құттықтаймын. Көптен күткен бөпелеріңнің дені сау болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Біз алыстан келдік, анда-санда жылына бір рет келеміз, отпуск болған кезде. Өте қуаныштымын барлық туған туысқандарымды көргеніме. Көптен көрмеген кісілердің бәрімен кездескеніме өте қуаныштымын. Осындай үлкен той жасап, бәріміздің басымызды қосып отқандарыңызға үлкен рахмет. Барлық отбасымыз жұдырықтай жұмылып осындай той жасап отқан Әсем тәте, Талғат аға, Ардақ, Лейла, как же без вас, барлықтарыңа үлкен рахмет. Мен қызым бір тақпар айтады. Уанысың танасың, асылата анасың, тек асында жүгіде, көйімдеді бәрасың. Ана дед асаған, мама дед асаған. Анасы мамасы, бізге бақыл танасың, анасы мамасы, бізге бақыл танасың. Құрметті қонақтар, туған туысқандар, ағайындар, сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп, азаматтың қуанышына келіп отқандарыңызға рахмет. Сіздерге не айтайық енді, барлық жақсылық болсын отбасыларыңызда, дендеріңіз сау болсын. Нұрсұлтан ханымыз үлкен биіктерден көрініп, бау беріп болсын. Артынан үгірлі-шүгірлі болып жалғаса берсін. Әке-шешеміз аман болсын ортамызда. Еліміз аман, отанымыз тыныш болсын, сол үшін алып қойып. Азамат аға, Женя, Татья, поздравляю вас с таким знаменательным мероприятием. Спасибо всем, что вы пришли. Очень рада всех видеть, что мы все собрались, все провели вместе друг с другом время. Это все так классно, счастливо. Султанхана поздравляю с таким мероприятием. Он еще маленький, но у всех уже в памяти все заполнилось. Хочу, чтобы он вырос счастливым, здоровым ребенком, который будет только познавать все новое и просто радоваться жизни. Всем вам желаю. Қадірлі қонақтар, туысқандар, друзья наши. Мен тетя Женя мен Азамат ағаны осы мерекелермен қатты құттықтаймын. Осы жерде жиналған туған туысқандарға мың алғыс, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге, осының барлығымыздың атамыз бен әжеміздің арқасында деп айтқым келеді. Сол Сұлтанхан үлкен батыр болып өссін, өскенде белгілі бір қазаққа қызмет еткен азамат болып өссін, дені сау болсын, балалық шағы жақсы өтсін, біз әрқашанда нянька болуға дайынбыз. Осындай тойлар жалғаса берсін, дастарханымыз осылай мол болсын, всегда қызметте жүруге дайынбыз. Болды ма? Басқасы айтпай ма? Молодцы. Рахмет. Миссия выполнена, да? Все, тамаша. Қазір примерно нам бәрі жинап, үйге барып жастыққа басымыз тигенде миссия выполнена болады, Алла қаласа. Рахмет, тамаша. Енді шыны керек, мына кісілердің еңбегі өте зор. Біз мына жақта күліп отырмыз, ойнап отырмыз. Бұл кісілер ан жақта жүгіріп, шай мәзірі, тамақ мәзірі. Қыздар мына жердің бәрін жинап, тазалап, сіздерге еңбек жасап отыр. Ол шыны керек. Азамат пен Женяға көрсеткен құрметі деп ойлаймын. Сондықтан да осы кісілерге бір ду қол шапалақ ұрып қойыңыздар. Алла сіздерге разы болсын. Осындай қуаныш сіздердің үйлеріңізде болсын. Осындай той күндеріңіз деген жаман күндеріңіз осындай болсын. Алла қаласа. Ал келіңіздер, әдемі бір естелікке, суретке түсейік.